Кәсіпкерлік бастамаларды қорғау мақсатында электрондық еңбек биржа Бизнес еңбек KZ мемлекеттік ақпараттық порталында ішкі жүйе әзірленді. Порталды іздеу жолына www.business.еңбек.kz енгізу арқылы табуға болады. Немесе электрондық еңбек биржаның сайтынан логотипті басыңыз. Бүкіл Қазақстанның кәсіпкерлік бастамаларын қолдау арқылы осы порталда келесі көмектер көрсетіледі. Кәсіпкерлік негіздерді бастау бизнес жобасы арқылы оқыту. Сонымен қатар жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар берілуі. Парақша арқылы сіз бастау бизнес жобасы арқылы оқыту жөніндегі негізгі ақпаратты аласыз. Сонымен қатар жобаның артықшылықтары және көшу батырмасының ережелерімен танысасыз. Бастау бизнес жобасы арқылы оқыту 6 бөлімнен тұрады. Олар: тіркелу, статусты тексеру, оқыту платформасы, модульдерді өту, қорытынды тестілеу, сертификат алу. Бастау бизнес жобасына қатысу үшін сізге оқу шарттарына сәйкестікке тексеруден өту қажет. Ол үшін көшу батырмасын басыңыз. Ең алдымен Бизнес еңбек KZ порталында тіркеліңіз. Ол үшін электрондық поштаңызды енгізіп, құпия сөз ойлап табыңыз. Құпия сөз қауіпсіздік саясатына байланысты 8 символдан кем болмауы, ішінде бір немесе одан көп бас және кіші әріп, сан және кем дегенде бір символ белгісі болуы керек. Әрі қарай электрондық поштаңызды растаңыз. Шарттармен келісімді белгілеп кетіңіз. Енгізілген электрондық поштаға еңбек KZ атынан аккаунтыңыздың тіркелгені жөнінде 2 тілде хат келеді. Хатта көрсетілген сілтемені басу қажет. Тіркелу процесін аяқтау және сәйкестендіруді өту үшін өзіңіздің ЖСН енгізіңіз. Өте жақсы. Аккаунт құрылды. Егерде сіз электрондық еңбек биржасында тіркелген болсаңыз, сіз оны business.еңбек.kz порталында қолдана аласыз. Аватар белгішесін басыңыз, ашылмалы тізімнің ішінен менің кабинетім таңдаңыз. Сіздің алдыңызда профиль бөлімі. Бұл жерде барлық сіздің жеке деректеріңіз орналасқан. Егерде сіздің профильде телефон нөміріңіз енгізілмеген болса, толтырыңыз. Болашақта сіз көрсеткен нөміріңіз бойынша SMS хабарламалар келіп тұрады. Оқуға қатысушы болу үшін сізге шарттарға сәйкес тексеруден өтуіңіз қажет. Жеке кабинеттен мәртебені тексеру бөлімін таңдаңыз. Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісімді белгілеп, тексеру батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден еңбек санатын таңдаңыз. Мысалы, жалақы төленбейтін отбасылық компанияның жұмысшысы. Егерде тізімде сізге қажетті категория болмаса, жоғарыда көрсетілген еңбек категорияларына жатпаймын таңдаңыз. Тексеру батырмасын басыңыз. Әрі қарай деректеріңізді ЭЦК арқылы растаңыз. Ашылған терезеден ОК кілтті таңдаңыз. ЭЦК құпия сөзін жазыңыз. Оң жақ жоғарғы бұрышта хабарлама шығады. Тексеру сәтті басталды. Сіздің оқу шарттарға келісімділігіңізді білу үшін сіздің жеке деректеріңіз тексеріледі. Атап айтқанда, жұмыспен қамту туралы ақпарат, яғни сіздің жұмыссыз, бірыңғай жиынтық төлем төлеушісіз бе, немесе жеке кәсіпкерсіз бе, тіркелген еңбек шарттың бар не жоқтығы, жұмыспен жәрдемдесудің белсенді шараларының жоқтығы, жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шарасын рұқсатсыз тоқтатудың болмауы, 12 ай ішінде. Осымен қатар, осы тексеру шарттары 2 күнге дейін уақыт алады. Тексеру аяқталған соң, сіздің жеке кабинетіңізге және тіркелгенде көрсетілген нөмірге SMS хабарлама келеді. Егерде сіз бастау бизнес оқытудың шарттарына сәйкес келетін болсаңыз, сізге оқуға жазылуға мүмкіндік беріледі. Ұмытпаңыз, тексерілістен сәтті өткен соң, сіздегі мүмкіндік тек 2 күн шамасында жарамды болады. Яғни сіз сол уақыт ішінде оқуға жазылып үлгермесеңіз, тексерілуді қайта өтесіз. Курсқа жазылу батырмасын басыңыз. Ашылған терезеден оқу тілін таңдап, білім деңгейіңізді көрсетіңіз. Жазылу батырмасын басыңыз. Содан соң оң жақ жоғарғы бұрышта курсқа сәтті жазылғаныңыз туралы хабарлама шығады. Курсты өту үшін ақпараттық жүйе сізді Skills еңбек платформасына өткізіп жібереді. Курс онлайн оқып бастағаннан 14 күннен артық болмайды. Сонымен қатар, оқу материалдарын өз бетінше меңгеру арқылы өзіңіздің ыңғайыңызға келтіріп, курсты онлайн өтуіңізге болады. Оқуға қайта оралғанда үшін іздеу жолына skill.еңбек.kz деп жазыңыз.
Платформаға кіру үшін кіру батырмасын басыңыз. Әрі қарай ашылған парақшадан білім алушы рөлін таңдаңыз. Business.еңбек.kz порталына тіркелу кезінде енгізген электрондық поштаны немесе телефон нөміріңізді жазып, құпия сөзді толтырыңыз. Курсты жалғастыру үшін жеке кабинетіңізге кіріңіз. Курс бөлімшесінің ішінен кәсіпкерлік негіздерді бастау бизнес жобасы арқылы оқыту таңдаңыз. Бұл бетте сіз оқудан кейін алатын дағдыларыңыздың тізімін, курстың қысқаша сипаттамасын таба аласыз. Сонымен қатар, осы курстан өткендердің пікірлерін оқи аласыз. Курсты оқу барысында ілгерілеуді байқай аласыз. Автор бөлімшесінде сіз автор, компания, авторлық курстарға шолулар туралы ақпаратты таба аласыз. Және осы автордың басқа курстармен таныса аласыз. Тікелей оқуға өту үшін сабақтар таңдаңыз. Бұл курс 12 модульден тұрады. Оның барлығында сабақтар бар. Бірінші сабақты басып, ұсынылған сабақ материалдарын оқуды бастаңыз. Прогресті бекіту және келесі сабаққа өту үшін сабақ материалдарын оқып болғаннан кейін сабақты аяқтау батырмасын басыңыз. Әрбір модульді аяқтағаннан кейін алынған білім мен дағдыларды игеруді анықтау үшін аралық тестілеу жүргізіледі. Келесі модульге өту үшін аралық тестілеудегі сұрақтардың жалпы санынан дұрыс жауаптардың кемінде 70%-ын жинау керек. Онлайн оқыту барысында аралық тестілеуден өту мүмкіндіктердің саны шектелмейді. Курстың соңында сіз қорытынды сынақтан өтуіңіз қажет. Оқуды аяқтағаны туралы сертификат алу үшін сұрақтардың жалпы санынан дұрыс жауаптардың кемінде 70%-ын жинау керек. Ал егер сіз 70%-дан аз жинасаңыз, сізде қорытынды тестті қайта тапсыру мүмкіндігі болады. Бірақ онлайн курс кезінде 2 реттен көп емес. Оқуды тоқтатқан немесе қорытынды тестілеуден өтпеген жағдайда онлайн оқытуға қайта қатыса аласыз. Бірақ күнтізбелік жыл ішінде 2 реттен артық емес. Тестілеуден сәтті өту нәтижелері бойынша сіздің сертификатыңыз туралы ақпарат бизнес еңбек порталында сертификат бөлімінде орналастырылады. Бұл сертификат оны алған күннен бастап 3 жылға жарамды. Құттықтаймыз! Сіз бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқуды аяқтағаныңыз туралы сертификат алдыңыз.